Судебное заседание является открытым. Семей қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында отбасы тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылық туралы іс тараптардың татуласуына байланысты тоқтатылды. Семей қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында азаматқа қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73 бабының бір бөлігі бойынша отбасы тұрмыстық қатынастар саласындағы құқыққа қарсы іс-әрекеттер, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қаралды. Іс материалдарына сәйкес азамат бұрынғы жұбайымен арасындағы жанжал кезінде дөрекі мінез құлық танытып, айғай-шу шығарып, отбасы тұрмыстық қатынастар нормаларын бұзған. Согласно протоколу об административном правонарушении, нам на канал 102 поступил вызов, подтверждается факт и составили административный протокол. в случае примирения по ходатайству потерпевших дело прекратят в отношении вашего супруга. Сот отырысы барысында тараптар татуласқандықтарын мәлімдеді. Жәбірленуші азаматша қарсы талап қоймай, құқық бұзушыны әкімшілік жауаптылыққа тартпау туралы өтініш білдірді. Сот іс материалдарын зерделей келе, құқық бұзушылықтың сипатын, тұлғаның жеке басын және даудың өзара келісіммен реттелгенін ескере отырып шешім қабылдады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 64 бабына жәбірленушімен татуласуға байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату, сәйкес іс жүргізу тоқтатылып, азамат әкімшілік жауаптылықтан босатылды.